Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді, оңай жасалынатын карамель қосылған сметанды пирог пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, 1 шай қасық қопсытқыш, жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық ваниль сахар және де 50 грамм сахарный пудраны салып, сухой массамызды жақсылап өзара араластырып алатын боламыз. Содан соң комнатный температурадағы сары майымызды салып, оның мен сары майымызды лопатканың көмегімен немесе қолдың көмегімен араластырып алып, оның үстіне комнатный температурадағы бір жұмыртқаны салып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр жасап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға орап, холодильникке 20 минутқа салып алатын боламыз. Келесі начинкамызға кірісетін боламыз. Таза ылғал ыдысымызға жұмыртқаның 2 ақ-уысын салып, шым-шым тұзымызды салып, 1-2 минут ағарғанша миксерлеп аламыз. Содан соң 100 грамм қантымызды салып, 10-12 минут жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бұл жерде біздің жұмыртқаның ақ-уызы өз формасын ұстай алатындай болуы керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Содан соң таза ыдысымызға 20% сметананы салып, сапасы жақсы сгущенканы қойып, екі массамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң жұмыртқаның ақ-уызын үстінен құйып алып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай. Содан соң формаға кірісетін боламыз. Бүгін мен диаметрі 22 см формада пісірем. Пергамент қағазын төсеп, жан-жағын майлап алдым. Дайын болған қамырымызды қолдың көмегімен жайып шығатын боламыз. Содан соң начинкамызды қойып, тегістеп шығатын боламыз. Осы кезде духовкамызды алдын ала 180 градуста қыздырып ала берсек болады. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Алдын ала суытып, бөліктерге бөліп кесіп шықтым. Келесі карамель дайындап алатын боламыз. Вареный сгущенкамыздың үстіне арахисті салып алып, жақсылап араластырып, дайын болған пирогтарымыздың үстінен орналастырып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің карамель қосылған сметанник пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!